Қазақстандықтар үшін жылдам ақпарат. Тезірек көріңіздер. Сәлеметсіздер, қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басын ұнатпаңыз. Сәуір айында ауа райы қандай болады? Сәуір айында Қазақстанның барлық аумағында бір айдағы орташа ауа температурасы нормадан 1-2 градус жоғары болады деп күтілуде. Сәуір айында жауын-шашын мөлшері республика аумағының батыс бөлігінде нормадан көп. Ұлытау, Қарағанды, Павлодар облыстарында, солтүстік Қазақстан, Ақмола, Жамбыл, Алматы, Жетісу және Абай облыстарының басым бөлігінде, Қызылорда, Түркістан облыстарының солтүстік-шығысында және шығыс Қазақстан облыстарының солтүстік батысында норма шамасында болжанады. Бір ай ішінде Каспийдің оңтүстігіне және Ресейдің еуропалық аумағына циклондардың әсерінен ауа райының тұрақсыздығы басым болады. Сәуір айының бірінші онкүндігінің басында және екінші жартысында еліміздің басым бөлігінде жауын-шашын күтіледі. Онкүндіктен алғашқы күндерінде республиканың басым бөлігінде ауа температурасының төмендеуі күтіледі. Сәуір айының басында елдің оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында ауа температурасы түнде -5, +3 градусқа дейін күтіледі. Сәуірдің екінші және үшінші онкүндігінде Иран мен Орта Азия аумақтарында жылы ауа райы массаларының шығарылуымен температуралық фон жоғарылайды. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Алайда жақсылық тарату, оны жасаумен тең екенін ұмытпайық.